Біздерге тісімді емдеткен едім, сол себепті қан тоқтамай жатыр. Не болмаса қолымның осы жерін жаралап алғам, дәрет алып намаз оқуға мүмкіндік болмай жатыр. Не істеймін деген сұрақтар көп келеді. Енді қандай да бір адамнан осындай бір жағдай орын алатын болса, тіс емдетті, не болмаса бір жерін жаралап алды, дәрет алып намаз оқуға мүмкіндігі болмай жатса, ол адам сол намаздың соңғы уақытына дейін күтеді. Мысалы, бесін намазының уақытында осындай жағдай орын алды, ол адам сол бесін намазының шығуына бір 10-15 минут қалғанша күтеді. Егер осы аралықта барып дәрет алып намаз оқитындай уақыт, жаңағы дәретті бұзатын нәрсе тоқтамаса, онда сол соңғы уақытта ол кісі барып дәретін алып, сол тісінен қан ағып тұрса да, жарасынан қан шығып тұрса да, намазын оқи береді. Енді ары қарата екінті намазының уақыты кірген кезде ол адам қайтадан дәрет алу керек. Себебі бесін намаз үшін алынған, бесін намазының уақытында алынған дәрет жарамайды. Соңына дейін, екінті намазының соңына дейін күту қажет емес. Уақыты кіре сала барып дәрет алып, келіп екінті намазын оқып алады. Енді осы үзір иесі болған адамның екінті намазының уақытында осы тісінен шыққан қаны, не болмаса жаралап алған жерінен шыққан қаны ағып, солай тоқтаусыз қайталап тұру қажет емес. Екінті намазының уақытында бір рет қайталанса, мысалы, емдеткен тісінен бір рет қан шықса, ол адам үзір иесі деген сөз. Әлі жалғаса береді. Енді бұл кісі осы алған дәретімен намаз оқи береді, Құран оқи береді, кез келген дәретпен жасауға тиісті құлшылықтарды жасай береді. Тек қана басқа дәретті бұзатын жағдай орын алмаса болды. Мысалы, ұйықтап қалды ол адам, онда ұйқы дәретті бұзады. Онда ол адам қайтадан дәретті алу керек, бірақ мынау тісінен шыққан қаны, не болмаса кез келген жаралап алған жерінен шыққан қаны, ол өзір себепті болғандықтан ол дәретті бұзбайды екен. Енді ары қарата ақшам намазының уақыты кірген кезде ол адам қайтадан, уақыты кірген сәтте қайтадан дәрет алу керек, ары қарата ақшам намазын оқиды. Енді бұл кісі сол ақшам намазының уақыты бойы бұл кісіден осы дәретті бұзатын, жаңағы тісінен шыққан қан, не болмаса жарасынан жаралап алған жерінен шыққан қан қайталанбайтын болса, бір намаз уақыт бойы, уақыты кіргеннен бастап уақыты шыққанға дейін, онда ол адам үзір иесі болудан шығып кетеді екен, қайтадан өзі қарапайым адамдардың қатарына қосылады. Сондықтан кез келген адамда осындай жағдай орын алатын болса, мүмкін бір адам тіс емдететін шығар, мүмкін бір адам бір жерін жаралап алатын шығар, орын алатын болса, осы үкімге қарап, осы үкіммен амал жасап, намаздарын оқи беруіне болады. Алла тағала баршаларымыздан разы болсын.